Ауылда өз кәсібіңді бастауға барлық жағдай бар дейді Қызылшар ауданының тұрғыны. Бағдәулет Қабдырахман қаланың күйбең тіршілігін тастап, ауылға келіп, қазбен мал алып, өз ісін бастап отыр. Жас кәсіпкермен біздің арна тілшілері де танысып қайтты. Қаланы тастап ауылға келу оңай болмаған жасырмайды Бағдәулет Қабдырахман. Бір жалақыға өмір сүруден жалыққан жоғарғы білім бар азамат Соколовка ауылынан үй сатып алып, 1000 қаз бен 35 бас ірі қара сатып алған. Көктемнен бастап кірістім. Қаладағы мысалы үйлерім болған, соны үйімді сатып, осы жақта мал алып, сол қаз алып, міне өздерің көріп отырсыздар. Қаз алып, биыл 1000 қаз алдық, соны өсірудеміз. Сиыр алып жатырмын, жылқы алып жатырмын. Енді келешекте мынау өкіметтің көмегімен, қазір субсидия деген бар, соның көмегімен келесі жылы одан да көбірек алсақ па деп ойлаймыз, ойым бар. Көбірек алып, қазды 3000, 4000, 5000-ге жеткізіп, өз жерде не ашса құс фабрикасын деген ойым бар. Бағдәулет ауылға келіп, өмірінің өзгергенін айтады. Алдағы уақытта мемлекеттік бағдарламалар арқылы кәсібімді кеңейтсем дейді. Ал берілетін субсидия мал фермасын ашуға қолғабыс болмақ. Ауылдықтарды жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша кәсібін дамытып жүр. Это говорит о том, что при желании Қазіргі уақытта кез келген адам өз кәсібін бастай алады. Сыбаға, құлан, алтын асық мемлекеттік бағдарламаларына сүйене отыра, жеңілдетілген несие алып, мал шаруашылығын дамытуға өз үлесін қосуға мүмкіндік бар. Соколовка бұрынғы аудан орталығы, бүгінде мұнда 2,5 мыңға жуық тұрғын бар. Мал шаруашылығы үшін барлық жағдай жасалған. Шалғын шөп, өзен көлдер, керек болса жайылым жерді де жалға алуға болады дейді ауыл әкімі. Самат Сапаралы, Жанара Дулатова, Дулат Мусафиров, ақпарат.